Грузияның Батуми қаласында өткен өнер бәйгесінен бас жүлдемен оралған өнерпаз балалар енді Францияда ұйымдастырылатын халықаралық байқауда бағын сынамақ. Халықаралық жарыс қараша айында өтеді. Грузия елінде өткен додада әлемнің түкпір-түкпірінен жиналған 200 бала өнер көрсеткен. Оның ішінде Қазақстан намысын 20 жеткіншек қорғаған. Қуантарлық жағдай, біздің балалар о жақтан жүлделі оралды. Яғни жаңағы 5 гран-при, бірінші орын 5 баласын, екінші, үшінші орындар алды. Және тағы бір айта кететін жайт, ол конкурсқа 10 мемлекеттен қатысты, яғни Ресей, Украина, Әзербайжан, Өзбекстан, Қырғызстан, Латвия, Литва, Эстония, Түркия, Грузия мемлекеттерден қатысты. Осы жазда мен Грузия еліндегі Батуми қаласындағы Golden Argo конкурсына қатысып, вокал номинациясы бойынша бас жүлдені алдым. Ол жерде мен француз тілінде Dernier Dance әнін орындадым. Франция елінде өтетін байқауға жолдама алдым.